Сәлеметсіз бе? Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде көксерке балығы. Көксерке балығының төс қанаттары. Орысша айтқанда судак балығы. Сіздермен қуыру әдісімен бөлісетін боламын. Осылай қанаттарды дайындап аламыз. Әр қанаттың ішін ашып, тұзды дұрыстап сеуіп, араластырып, дұрыстап тұз сіңетіндей қылып араластырып қоямыз. Бір 10-15 минутқа қойып қоямыз. Ұнды алып, қанаттарды ұнға араластырып, аунатып, дұрыстап сіңетіндей қылып дайындап аламыз. Қызып тұрған майға балық қанаттарын салып, дұрыстап асықпай қуырып аламыз. Майда асықпай қуырылуы тиіс. Екі жағын кезек-кезек ауыстыруымыз керек. Қып-қызыл болу керек. Өстіп көздің жауын алатындай дәмді болып шығады. Қарағанда көз тоймайды. Міне балық қанаттары дайын. Сіздерде өстіп сәндеп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Жегенде қытырлап, дәмі тіл үйіреді. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып кетсеңіздер болады. Каждый аптада менің жаңа рецепттерім шығып отырады. Сіздерде қадағалап көрсеңіздер болады.